Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біздер мына видеодағы мен ойнаған көзімнің қарасын ойнап үйренеміз. Разборды бастамай тұрып барлығына айт қабыл болсын дегім келеді, және де ораза ұстамай жатқан адамдардың дұға тілектері қабыл болсын деп тілеймін. Және де айтып кететін екі ақпаратым бар. Біріншісі бұл менің гитарадан онлайн курсым. Барлығы дайын. Бүгін ертең толықтай ақпаратты мен телеграм каналға жіберетін боламын. Егер де сіз тіркелмесеңіз, төменде ссылкасы болады. Сосын екінші ақпарат, микрофонға жиналып жатқан ақша 47297 болды. Соңғы рет каналды қолдап жіберген бауырларыма рахмет айтқым келіп отыр. Бұлар Жандос, Алихан, Жасұлан, Ералы, Салтанат, Жарас және де Жасұлан. Көп рахмет. Ал енді разборды бастай берсек болады. Мен ең алдымен сіздерге ойнап берейін. Ең алдымен айым аккордынан бастаймыз. Айым аккордын ұстап тұрып, мына жерде 5-ші және 2-ші струналарды бірге ойнаймыз. Одан кейін 3-ші струна ойнаймыз. 5 және 2 бірге, одан кейін 3-ші струна. Содан кейін мына жерде 4-ші салсақта 3-ші слотқа 2-ші струнаға қоямыз да 2-3 де ойнаймыз. 2-3. Басынан бастап 5 пен 2 бірге, одан кейін 3-ші струна, сосын қоямыз, сосын 2-3 дейміз. Қосқан олай одан кейін мұнан ашып жібереміз де былай ойнаймыз. 5 пен 1-ді бірге, 5 пен 1-ді бірге, сосын 2-ші, 3-ші струна. Тағы да басын бастап. Одан кейін қайтадан мұнаның орнына қоямыз да 1-2-1 деп ойнаймыз. Қара деген сөз шығады бұл жерде. Қара. Сосын мұнда кетіп қаламыз. 1-ші струнада 5-ші латта, мұнда 6-ші струнада, 6-ші латта 2-ші струнада, мұнда 3-ші струнада 7-ші латта. Бұл жерде біз былай ойнаймыз. 5-ші, 3-ші, 2-ші, 1-ші струналарды бірге, сосын 2-ші, 3-ші струналарды ойнаймыз. Пам-пам-пам. Бәрін қосамыз. Одан кейін біз осы жерде тұра береміз де, бұлай ойнаймыз. 5 пен 1-ді бірге, сосын 2-ші струна, одан кейін ана 7-ші латқа қоямыз. 1-ші струнада 1-2 деп ойнаймыз. 1-2. Екеуін қосқанда былай болады. 5 пен 1 бірге, сосын 2-ші струна, басамыз, 1-2 дейміз. Көңілім. Келесі. Мұнаны 8-ші латқа жылжытамыз да, мына жақтан біз 5-ші латта 1-ші, 2-ші, 3-ші струналарды бірге ұстаймыз. Сосын мұна жақта 5, 3, 2, 1-ші струналарды бірге ойнаймыз. Осылай шығу керек. Сосын мұнаны алып тастаймыз да 1-2 деп ойнаймыз. Бәрін басынан қосайық. Мына жерден бастап. Көңілім былай. Сосын былай ойнаймыз 6 мен 1-ді бірге, сосын 2-ші струна, одан кейін 8-ге жылжып кетеміз де, 8, сосын қайттан 7 ойнаймыз. Сосын 6 мен 1 бірге, 2-ші струна, сосын 8-ші латқа жылжып кетеміз, и 7-ші лат. Пам-пам деген шығыр. Сосын 5-ші латқа кіші бара деп өтеді, осыны қоямыз, 1-ші, 2-ші, 3-ші струналарға басамыз да, мына жерде 5-ші, 3-ші, 2-ші, 1-ші струналарды бірге, одан кейін 3-ші струна, сосын 2-ші струна. Барлығын бір ойнап шығайын, сосын жалғастырамыз. Көзімнің қарасы, көңілімнің, сосын әрі қарай былай болады. Өтпейді
жерде бірінші тұрна ашық, сосын екінші тұрна үшіншілар, екінші тұрна біріншілар. Бітпей дейміз де DM аккордын ұстаймыз, бірақ та бірінші тұрнаны ашамыз да 4 пен екінші струналарды бірге ойнаймыз. Сосын үшінші струна ойнаймыз. Бітпейді. Одан кейін қайтан екінші струна, сосын бірінші струна. Былай болатын 4 пен 2-ні бірге, сосын үшінші струна, қайтадан 2, сосын бірінші струна. Басынан бастап бітпейді. Келесі G аккордын ұстаймыз. Бұл жерде біз 6 мен 1-ді бірге ойнаймыз да, сосын екінші струна ойнаймыз. Одан кейін жылжып кетеміз 5-ші латқа, бірінші струнаға, бірінші струнаның өзін ойнаймыз. Былай болады. Әрі қарай міне айым аккордын ұстап қаламыз, сосын 5-ші бірінші струналарды бірге ойнаймыз да, сосын 2, 3 дейміз. Әрі қарай былай болады. Айым аккордын ұстаймыз, ашамыз. Ол жерде 2, 3, сосын мұнан жауамыз. 2, 3. Осылай істегеннен кейін міне. Одан кейін DM аккорд сияқты ұстаймыз да. Демейміз, бұл жерде 4 пен 2 бірге. Сосын үшінші струна, сосын бірінші струна, екінші струна. Тағы да. 4 пен 2 бірге, үшінші струна, бірінші, екінші струна. Тағы 4 пен 2 бірге, үшінші, 1, 2. Барын қысақ. Әрі қарай. Енді келесі E аккордына барамыз. E аккордын ұстаймыз, бірақ та мына саусағымыз біздің бірінші, екінші, үшінші струналарды бірге ұстау керек. Сосын былай ойнаймыз. 5-ші, үшінші, екінші струналарды бірге, сосын 4-ші струна ойнаймыз. 5-ші, үшінші, екінші струналарды бірге, сосын 4-ші струна. Сосын келесі екінші струна ашамыз. И AM аккордын ұстаймыз да 5-ші, 4-ші, үшінші струна ойнаймыз. Одан кейін осы жерде тұра береміз. Мұна неміз ашық болады екінші струна. AM, бірақ мұна ашық болады да былай ойнаймыз. 3, 2, 2. Жеріне 3, одан кейін 2 ашық, 2 жабық. Одан кейін қайталаймыз да соңына дейін ойнаймыз мынаны. Сосын мына жерге келгенде дәл солай ені ұстаймыз, тек былай болады. Жарасы деп ойнаймыз. Ені ұстап тұрамыз. Жаңағыдай 5, 3, 2-ні бірге ойнаймыз. 4, 5, 5, 3, 2 бірге, 4. Сосын бірінші струна ашық. Сосын мына жерде барен ұстаймыз да, кіші барен. Былай 5, 3, 2-ні бірге, 5, 3, 2 бірді бірге ойнасақ болады, немесе төменге ойнасақ. Просто и бітеді. Жаңағы жерден бастап қосайын. Сосын та-та-та қайталаймын. Достар, осылайша бүгінгі разборды мен аяқтаймын. Егер де каналға тіркелмесең тіркеліп, қоңыраушаны басып өтті. Егер де разбор ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кет. Бәріне сәттілік. Келесі разборда көріскенше сау бол.